Сәлеметсіздер ме? Мен Үмбет Сымбат Алпысбайқызымын, дәрігер онкомамологпын. Жұмыс өткелім 6 жыл. Дәрігер болу бұл мен үшін тек қана мамандық таңдау болған жоқ. Бұл менің бала күнгі арманым, бұл менің жүрегімнің қалауы. Бала кезден адамдардың денсаулығын жақсартуға үлес қосу мен үшін үлкен арман болды. Кейінірек мен үшін әйел денсаулығы өте маңызды екенін түсіндім. Себебі әйел денсаулығы бұл ұлт болашағы, әйел денсаулығы бұл бала болашағы. Сол себепті әрбір әйелдің денсаулығы ол өте маңызды. Сол үшін мен өзім үшін дәрігер онкомамолог боламын деп шештім. Менің жұмысымда маған науқастардың жүрегіне сенімділік пен тыныштық ұялатқан ұнайды. Олардың барлық сұрақтарына жауап беру, олардың күмәндарын сейілткен ұнайды. Менің пациенттермен қарым-қатынасым ол біріншіден сыйластыққа, сенімділікке және де жанашырлыққа негізделеді. Әрбір келген пациентке барынша көмектесуге тырысамын. Стресстік ситуацияларда мен сабырлыққа салуға тырысамын. Өйткені қандай да бір сұрақтардың бәрінің шешімін табуға болады. Ол шешімге біз тек қана сабырмен келеміз. Дәрігердің приемына келген кезде қобалжу ол өте қалыпты нәрсе. Ол қобалжу болады, ол қобалжуды дәрігермен бірге шешу керек. Қобалжу білмегендіктен болады, қобалжу сенімсіздіктен болады. Сол үшін қабылдауға келген кезде дәрігерге барлық сізді мазалайтын сұрақтарды ұялмай қоюыңыз керексіз. Мамавита бұл жер әйел денсаулығына өте үлкен көңіл бөлетін жер. Бұл жерде біз үшін әрбір әйелдің денсаулығы өте маңызды. Бұл жерде біз сіздер үшін тек қана мамологтар емес, тек қана мамологиялық көмек емес, эндокринологиялық көмек көрсетуге дайынбыз. Бұл жерде психиатрдың қабылдауы бар. Менің ойымша, Мамавитада әйел адам өзінің барлық сұрақтарына жауап ала алады. Жұмыстан тыс уақытта отбасыма уақыт бөлгенді ұнатамын, және де Шәкәрім Құдайбердінің керемет сөзі бар: өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше деген. Сол сияқты өзімдің кәсіби және де адами тұрғыдан дамытуға тырысамын, сонымен жұмыс жасаймын.